Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді, тез әрі оңай дайындалатын блинный торттың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Бізге керекті ингредиенттер жұмыртқа, ұн, құмшекер, какао, сұйық май, разрыхитель және де сүт. Барлық ингредиенттердің граммдарын описаниеде қалдыратын боламын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқа мен құмшекерді салып, жақсылап құмшекеріміз ерігенше араластырып аламыз. Ең бірінші біздер сұйық ингредиенттерді араластырамыз. Оның үстіне сұйық майды құйып тағы да араластырамыз. Және де сүтімізді құйып, жақсылап барлығын араластырып аламыз. Ал ендігі кезекте құрғақ ингредиенттерді қосамыз. Ұнымызды салып, жақсылап біркелкі масы болғанша асықпай араластырып аламыз. Оның үстіне какао және де разрыхителі салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Какаоның жақсы сапалысын таңдағандарыңыз жөн. Егер сіздерде разрыхитель болмаса, оның орнына тұз қолдансаңыздар болады. Мінекей осындай сұйық масы пайда болады. Оны блинный пісіретін табада жақсылап екі жағын бірдей қыздырып пісіріп алыңыздар. Ал ендігі кезекте біздер кремін дайындаймыз. Креміне бізге сливки және де сгущенка керек. Сливкиді жақсылап миксердің көмегімен взбивать етеміз. Миксердің төменгі жылдамдығынан жоғарғы жылдамдығына дейін өте отырып, жақсылап миксермен кремімізді взбивать етеміз. Ал ендігі кезекте сгущенканы қосамыз. Сгущенканы жақсы сапалысын таңдағандарыңыз жөн. Кремнің сапалылығы осы сгущенкаға да байланысты болып келеді. Осы сгущенка мен сливкиімізді жақсылап миксердің көмегімен тағы да араластырып аламыз. Ал ендігі кезекте біздер тортымызды жинауға кірісеміз. Осылай видеода көрсетілгенде бір-бір штуктан блинныйымызды қоя отырып, арасына кремімізді жағып, тортымызды жинаймыз. Біздің взбивать еткен креміміз өте жақсы. Видеода көріп тұрғандай, формасын жақсы ұстайды. Неке осылай видеода көрсетілгенде барлығын бірінен соң бірі орналастырып шығасыздар. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша неше түрлі жеміс-жидектермен, я болмаса шоколадтармен әсемдесеңіздер болады. Мінекей осындай өте дәмді, әрі биік блинный торт шықты. Лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар.